Салеметсізбе, құрметті көрермендер, сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін ереже жинақтың келесі санында жолығып отырмыз. Және бүгінгі қарастыратын ережеміз ол сөйлемде зат есімнің атқаратын қызметі. Сонымен бастаймыз. Сөйлемде бірінші бастауыштың қызметін атқарады, яғни subject. Мысалы, my friends were very glad to see me, яғни my friends. Екінші толықтауыш қызметін атқарады, object. He took the book from the table, the book. Үшінші құрамды баяндауыштың атаулы бөлігі, яғни predicative, to be, to become, mean, feel, remain, keep, seem, appear, look. Тағы да басқа етістіктерінен кейін келетін болса. Мысалы, it is my friend. She has become a doctor. Become. Төртінші анықтауыш қызметін атқарады, attribute. The garden wall was very high. Garden wall. Бесінші пысықтауыш қызметі, adverbial modifier. Мысалы, there's a hospital in the village. Міне, ереже осындай. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоны қайталап көріңіздер. Мысалдарға назар салып, еске сақтауға тырысыңыздар. Сонымен келесі сабақтарда жүздескенше сау, сәлемет болыңыздар.